Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бұқтырылған қабырға пісіру рецептімен бөлісемін. Пиязды ұсақтап тураймыз. Сарымсақты дөңгелектеп тураймыз. Қызып тұрған табаға қабырғаларды саламыз. Пияз бен сарымсақты саламыз. Екі лавр жапырағын қосамыз. Он бұрыш бұршақтарын қосамыз. Бір шай қасық кориандр. Бір шай қасық тмин. Бір шай қасық кептірілген кинза. Бір шай қасық қара бұрыш. Бір шай қасық паприка. Татымына қарай тұз салып, баяу отта 1 сағат бұқтырамыз. Егер еттен суы аз бөлінсе, 1-2 стакан қайнаған су қосамыз. Етіміз езіліп піседі. Өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.